Мен Жамбыл Жабаев. 1846 жылы Жамбыл тауының баурайында дүниеге келдім. Балалық шағым қазақтың кең даласында өтті. Жастайымнан домбыраның үніне, сөздің қасиетіне жақын болдым. Халық ауыз әдебиетін тыңдап өсіп, айтыс өнеріне бет бұрдым. Өлең мен жыр арқылы елдің мұңында, қуанышында жеткіздім. Мен үшін жыр, шындықты айту, халықтың үнін қорғау еді. Ұзақ ғұмыр кешіп, талай тарихи кезеңді көрдім. Бар арманым қазақ халқының бірлігі мен рухының биік болуы. Айтыс арқылы елге танылдым, жырымды халықтың мұң-мұқтажына арнадым. Менің өзіме тән көптеген туындыларым бар. Солардың ішінде Ленинградтық өренім, Өтеген батыр, Сұраншы батыр секілді шығармаларым халыққа кең тарады. Қазақ даласында сөз өнерін ту еткен жыраулар өмір сүрді. Олардың үні халықтың үні еді. Бүгін сөз жаңа жолмен тарайды. Бірақ оның жүрекке жету күші сол күйінде қалды. Уа әлеумет құлақ сал, қария Жамбыл жырласын. Мен сөйлемей кім сөйлер, заманам менің сырласым. Тәуелсіздіктің тұғыры мәңгі болғай. Біз аңсаған азат елде өмір сүріп жүрсіңдер, бағалаңдар қарақтарым. Атыңнан айналайын, ахоу, Жамбыл ата. Әнменен өлең жырға даңғылата қасиетті Жамбылым-ай. Айтыста айқындықпен, ахоу, жеңген ата. Алланың ақ жолымен жүрген ата қасиетті Жамбылым-ай. Арналды бір өзіңе ән жырым ай. Көңілім көл дария, ахоу,